Біз осы шынымен білмейміз бе? Қазақ тілдің мүшкіл халін көрмейміз бе? Қазақ болып, өзге тілді сөйлегенше, ұяттан жерге кіріп өлмейміз бе? Хақ жартысы тіл білмейді қазақтың. Дұз болмаса, дәмі келмес тамақтың. Сол сияқты тіл білмесең не керек? Төбеңдегі күліп тұрған азат күн. Қазақ тілді сөйлеп еді бабамыз. Қазақ тілді әлдилеген анамыз. Сол бабалар қадірлеген бұл тілді біз менсінбей қайда кетіп барамыз? Ауруын жасырғандар өледі. Не болады тіліміздің көрері? Қазақ тілін менсінбеген азғындар өмірінің трагедиясын көреді. Сенің тілің қазақ тілі, ей қазақ. Қазақ тілі болғаны ма қумасақ? Депутаттар, министрлер, әкімдер өз жолдауын орыс тілде жолдамақ. Адамдардың билікте жүр, о тобай. 42 қазақ әрпін жаттамай. Қазақстанда қазақ тілін білмейтін басшылар бар. Неткен сұмдық, масқарай. Мұхтар атам қанша айтты, талмады. Қазақ үшін бар ғұмырын арнады. Қазақтар-ау, сөйлейікші қазақша. Бабалардың орындалсын арманы. Түсінемін, империяның бұғауында болғанбыз. Берілмебек, тәуелсіздік алғанбыз. Енді неге сөйлемейміз қазақша? Тайып кеттік, адал, дүзу жолдамыз. Басқа тілдің бәрін білді, өз тіліңді құрметті. Ағайын-ау, сөйлейікші қазақша. Осы сөзді үлгі